Ой, отзыв айтып кетіңізші очкиге. Менің мамам, мен 23 жылы тіркелдім командасына. Мен ол кезде мынандай жұмыс істеуді ойлаған жоқпын. Ең басы менің анамның көзінің жазылуы болды. Бірақ біз оғанға дейін Коновалова қаралып, үлкен кісі жасауға келмейді көзі. Сіздер күтіңіздер деп бізге уақыт созып тіркетті, ақшамыз төледік бір көзге 350 мың. Екінші көзге тағы 350 мың жетті, содан біз кетіп қалдық. Мен октябрь айында Маржанға барғанда тіркелем. 260 мың мен тіркелдім. Очки алып тіркелдім. Очки алдым. Ол кезде очки алдым, стелька алдым. Алғанда сол кезден бастап мен анама тағып қоямын. Ол кісіге үйреттім. Былай тағасыз, былай тағасыз, былай одан қалса, былай тағасыз. Бастың бәріне. Былай. Шыны керек, мен мына жерге жіп жасап бердім. Үлкен кісі ғой енді. Сосын оны мен вообще очкиді ойламадым, қарамадым. Содан октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Сонда 5 ай екен. Мен 8 айда жүрмін. Февраль айында мен мамамды қайта Коноваловаға апарайыншы, қиналып кетті көзінен деп, бардым да мамамды Алматыға әкелем. Әкеліп Коноваловаға апарып қаратсам, уже көп деген врачтардың өзі сол кезде Санкт-Петербургтан врач келетін болған. Февральдың 24-не жазылдық, 24-ші жылы. Бардық, соған барсақ, тексеріп, уже ана жер өздерімен өздері шулап кетеді. Не болды, мен түсінбедім, мен уже қымбат болсам, тағы да ақша төлеймін ба деп, кассаға жүгіріп барып едім, жоқ, бәрі дұрыс деді. Мамаңызға не істедіңіз? Біз берген расширение дәрін тамыздыңыз ба деді. Жоқ дедім, оны ештеңе тамызған жоқпын, шыны керек болса, очки ғана тақтым мамам. Мамамның өзінен олар отзыв алды сол кезде. Осылай ана қазақша бәрін айтып берді. Бардық, февральдың 25-інде бізге жаңа 350 мың теңгені қайтарып берді. Қандай керемет. Көзінде лаукомасы болған. Мына көз, мына кожа өсіп тұра ма, оның ішінде көлеңкелеп еті тұрған. Бір көзі көрмей қалған. Осы 83-ке келді ол кезде. Соған апарып не істейміз, мен уайымдадым, не болды? Жоқ, ешқандай операция жасамайсыз. Главное, жақсы күтеді екенсіз, жақсы жарайды, тамаша деді. Қандай керемет. Очкиден өте керемет отзыв. Рахмет. Содан кейін өзім қайтадан міне февраль, март, апрельден бастап өзім жұмыс істеп Осы очкиге спрос көп, міне очкиді күніне қанша штуктан сатып жатсыз? Күніне сатамын 5 очки, 10 очки. Енді қазір мен енді тіркеліп жатырмын. Бірақ мен астымдағы Команда жұмыс жасап жатыр. Жұмыс істесін, жұмыс жасасын деп сол қыздардың атынан аламын. Өзімнің атынан әлі ештеңе алам жоқ. Все, керемет.